Өзіме сондай ғашық болып тұрмын ше. Неге дейсіздер ма? Менің алдыңғы жылғы көйлегім сыйып тұр десең. Натау сыйғаны соншалық өзіме даже үлкен болып тұр деп мәз болып тұрмын ше. Өз-өзіме ғашық болып. Қайырлы күн оқырмандарым, қалайсыздар? Бүгінгі күніміз осылай. Біздің қызымыз екеуміз әдеттегідей жабысып алып жүре беретін болыппыз қазір. Біз бүгін почтаға келдік. Неге екенін ертең 7 май күні айтамын десең. Алматыдан бір жерге апару үшін заты қымбатқа, такси қымбат, өте қымбат. Сондықтан керек затымды Алматының бір шетіне қаланың шетіне дейін үшін почтаға заказ бергізіп алдыра салдым. Зато почтаға 1000 теңге төледім дейсің ғой. Ал былай таксимен беретін болсаң 6000 теңге деп тұр, 5800 теңге деді. Қой құрсын дедім. Затымнан кемесе қымбат шығып кетті ғой деп. Сөйтіп жолшыбай келе жатырып құр қайтпайық деп, в общем, контент үшін не істетпейсің, өйстіп контент үшін бір тазиға әкелем деп ойлаған бол, сөйтсем үйге керек жарақтардың бәрін әкелдім. Осылай қасық салатынды, мына қассалғышты көптен бері алғым кеп жүргенше, бір өзі бұйырмай жүрген шығар, бұйырып әйтеуір бүгін бұйырып осыны алдым, әйтеуір бар екен. Сосын өзіме осындай үйге, енді бұрынғы кезде ше, бойдақ кезінде киімге қызығатын едік. Уақыт өте келе бәрін өзі адам өзгертеді екен. Мына айнаға мән бермей қойыңыздар, сүрткен айна бәрібір артынан қызым келіп бүйтіп бес қолымен жалап кетеді ғой. Солай не керек, бұрын бойдақ кезімізде киімге қызығатын едік. Қазір уақыт өте келе жасымызда келіп жатыр ма деп қоясың ғой. Әйтеуір үйге тек бірдеңе болсын дейсің ғой. Әйтеуір ыдыс-аяққа жүгіресің ғой. Қаяқта не ыдыс-аяқ сатып жатыр деп. Әйтеуір жаңадан шыққан киімге емес, жаңадан шыққан ыдысқа жүгіресің ғой. Үйің әдемі болғанын қарайсың. Ай, қу дүние десе, дүние қуып бара жатқандаймыз жасымыз келген сайын. Солай қызымыз екеуміз почтаға барамыз деп, солай жолшыбай анау-мынау ұсақ-түйекке соғып, солай үйге келдік. Үйге овощ, фрукты, анау-мынауларды әкеліп, мен бар ғой, екінші қызымда деген жаман кивиға деген жерік болғам ше. Содан киви есіме фруктыға барып, овощқа барып тұрып, кивиді көріп, құрсын деп бір батагын алып жаман есіме түсіп кетіп, жегім келмесі бар ма? Сөйтіп бір батагын өзім полный жеп қойғансың ғой. Кивидің негізі киви пайдалы дейді, білмеймін, бірақ қай жағынан пайдалы екен. Солай қыздар, кеше мен жаттығу жасаған жоқпын, бірақ маған ешкім жазған жоқ, жаттығу жасамадыңыз, штраф деп ше. Мен ойлағам штраф деп, бүгін жазып қалатын шығар деп. Өйткені потому что менде кеше видео дайын болды, бірақ оны монтаждап салатын менде уақыт болған жоқ. Шаршап ұйықтап қалдым. Ал сіздер менің видео салмағанымды көрдіңіздер ме, әлде мен айтқан әнге бар естеріңізге түсіп жатыр ма? Ал қыздар, штраф жазбағандарыңыз үшін осыда тағылып қойдыңыздар. Енді келесіде аңдып отырыңыздар, менің что-то соңғы кездері еріншектігім ұстап қалып жатыр. Сығалап қарамай лайктарыңызды басып кетіңіздерші.